içerisinde analarımızın sıylı, tatlı dili, bu büyük jerimizin kuvvetli dili, atalarımızdan da kalgan dilimiz, kartqa da, yaşqa da til bolgan dilimiz, halkına taymay kulluk etkendi küçüm, seyir tüyüldü, ölgen da seni üçün. Tavlu dilim, ana dilim, tatlı dilim, sen dilegim, sen yüreğim, canım dilim, seni kulum, boldum anam bergen dilim, otha atsala da küymey kelgen dilim, sen ölürse, yok bolursa degen günüm, bek kara günüm dümeni, ana dilim. 10 kere de kelsin bana, kelsin ölüm, şalanda sen ölme, yaşa ana dilim, arzu dilim, güçlü dilim, tatlı dilim, har halkını da. Qayсын Пайғамбар кебек поэтimiz еді ол бізді. Уллу айтқылық поэтimiz. Уллу поэтнуа уллу құдіреті де болады. Уллу құдіреті поэтні Пайғамбарлаға теңетіп қояды. Қайсыны аллай бір оғырлығы, жүрек зәкилігі де бар еді. Бұлайда мен түзін айтып сізге де кесіме де жаңыдан сыйлы Құран не де кітап аштырған кебек. Қайсыннан захир ете тұрған кебек болама. Алай маңа аны қадарын сөзіні күчі біле қайтарып, қатлар оң жоқты. Қайсын кесі сау заманда аны маңа илхам рахатлығын беруші, тыңғысыз жүрегімде көп әрі сезім ұятқан дилара ауазын мен энтеда іштемі. Чегем қаялары бірден бірге алып қайтарып қатлай тұрған ауазын. Қайсыны оғырлы ауазы таулы халқыны қиын қадарыны өлімсіз борасы болып қалғанды ұзақ көк күкіреген кебек. Да сора жері бізні ташларын оқына тіллендіріп кеткен поэтке Пайғамбар демей, не деймен бүгін? Керті сөз дініміз болды әсе бұл қиын дүнияда, қайсыны кесіне ұшатып, назму жазған күнінде оқына, жораған болыр еді аңа бізіне поэзиябызда Пайғамбарлықны, кесіне өз Пайғамбарлығы, арттан боллықны алғадан айттырған білгішлігі, керті мұнзірлігі да Аллахтан болған кәзім, халқыбызны ақылман көрдемчісі, не ұлы қиылықта да ие қуым еттіріп, түз жолға салып, аны алында барған оғырлы рахбары. Не қиын күнде де 5 уақыты намаздан бірін оздырмаған атам, бір сейір таурық айтушы еді маңа. Дүнияны башында har insanga Allah'tan rahatlık dilep, Hızır Пайғамбар namaz қылмаған, ол secdaga barıp mаңылайын тигірмеген жер қаллық түйілді. Қайда теңіз айрыкамы, қайда чырам бұзы, қайда қаяраны, қайда құм аулағы, қайда терек ауанасы намазлығы болып деушеді ол. Дүния рахатлығы үшін ерінмей Аллай бір жол қыдырып, анча кере намазға ұйып көкке жал барған Пайғамбарны бұла назмуға ұйыған қайсынны қадарлары келішкен еткенше көрінеді.Ексінде де нияз ұллуды. Пайғамбар намазда, поэт назмуда еткен тілек бірді. Екісі де адам ұлысына жан ауыртып, бұл ачы отлы аталаған жерге Аллахтан дүния рахатлығын тілейділі. Қайсынны поэзиясына ма ол көзден қарайма. Ол табиғатны чексіз әрулығын бұла адамны жүрек тазалығын бір мақамға салып, ішінен күн жарығы ұрған күй сыбызғысын тартады.
аны кубанчла бушуу бере-берин алышындыра турган дүйнөсүнө кирип, бүгүн бүгөчөдө bir көзүм жарый, bir көлүм тола поэттин сүмүнөн сагыш этели. Жүрек жылуу. Жаңыда теренде акыл назму ишленген агачы була аны маганасы бірге әру жарашқалары, сөзіні тап қолыңбла тиіп, көрлігін келтірген сұратлау күчі, назмыны зиянсыз тау миллет құдіреті, ма, баямда аны башқаладан айырма еткен шаңладан бірі. 20 өміріні бегуллу ақылмаларынан бірі, поэт Құлиланы қайсынны жазуы, қайры бұрып, қайсы жанынан қарасаң да, азат поэзияда аны бірінші атламынан башлап, ақыр солуына дері сейір етер кебек айырма еді. Қайсыны бірінші назмылар оқына қалғаллаға ұшамаған, оғырлы поэт, художник, чегем қаяларында жаратылып, таудан тігелеп келген қапарын жайған еділі. Ола таза да оғырлы фахмыны күчінден еді. Халал ананы сүті біле келген, қанын жанында туған жеріміздің табиғаты жүріткен, жүрек жарығы ұлы Аллахтан болған фахмыны күчіннен. Даннан еді баям қайсыны поэзиясы бұл хаух дүнияда арттан келлікні сағышын етмеген адам от қолы, топ қолы болырға күрешіп, айланған жерде ұзақ Америкада, Невада, неда қазақ аулақларында, Семей тересінде сары өзек, атамотла жарауларын ачқан сахна кебек күйіп, күл болып қалған жерде, кесі да қиын ауырып, уақытысын сақлап тұрған күлдерінде де жашаудан түңілтмей, иги қуым еттіргелдей тұрғанды. Аннан болыр еді баям, Арал теңізіні кебек, ұлы теңізлі оқына тарқайған жерде, қайсыны поэзиясы тарқаймай толқын-толқын келгелдей тұрғаны. Арбазыңа кірген жауын келтірді, мылы жәшілдеген бичелдікні, жауынны тауышы үйіңе кірді, жаздей аныча жаңы тізгілені. Неда, көп жарасына ғанса жер, дағы да біттеді сабаның. Аллай құдірет бар еді анкесінде де, жерде будай баштан, көкте жұлдызлаға жеткен бейік назмы жарығы. Дүнияда түзлік болыр үшін қазауатқа кірсе, заттан қорқа білмегені, залмені алларында керті сөзіне байрақ етіп, тау кебек сүйілгені де аннан еданы. Поэт, кесі айтқанға көре, тау башлары аланы да ақылықлары не қиын күнде де керті сөзіні жарығы тиген, оғырлыққа игілікке елткен жолсыз жоллабыла байламлыды. Мен ақылыма көре деушеді ол, чынты поэзияны бірінші шарты адамлық бұла, кішілік тілі. Не заманда да адамға аладан бек кереклі зат болмағанды. Бетховен еткенча қиынлығыңнан, бұшуыңнан да от чақтыра жаша. Игі ұмыт алдап қойғанлығына, ұмыт үзмей барғанлыға ұшап. Жаланда алай жаша жер үсінде, ол болады жашауда ақылманлық. Тияққа чатыян сен үлгісіне, кішілікне, олды асу бұлаллық. Таулы халқыны өлімсіз жырчысы, жамауаттан енчі қуанчы, жарсуы да болмаған поэт кесі да алай жашағанды. Ұстасы Кәзім айтқалай, керті сөз діні болып, жаланда игілікке, оғырлыққа жол салып, дүнияда қар жаны бар затқа сейір еткен қой, ташқа, ағачқа, отқа да сөйлештірген илхамы, бізні бүгін бүгөчеде тамашаға қалдырыр кебе алай. Жүрегім, халаллықны сақла, ол бла іш бізден қаллығы. Құрметім бек қиын сағатта, китабымы ачқан қоллыға. Жаша, адам адамға асу, тиянчақта болғанды жерде, дайым алай
айтқаллай бар су, от, алай айта жан өмірде. Алай бла поэт, кесіні жұлдыз ұчқан кебек, үзілген жашауын, маңылай қиынын, игі қуымларын барында бізге қойып кеткенді. Қайсыны жашауы бізні туған ташыбызға, аны құдіретіне, тауларына, ағачларына, ташына, суына да жүрек разылығын айтқан сүймектік жыры еді. О, таула, сізне биіклігігіз, ағарғансыз ақшам келгенде, кече арада таң атқанда. О, таула, сізден айрылық сағатым мені, қара сағатым, ачы сағатым, ақ таулу таула. Дағыда, келгенде да сізге кече, қалай биіксіз, ақсыз нечік. Сізні көр алмас кече жетсе, маңа қалмас көк жұлдыз есеп. Ақ таула. Кече қараңғыда ағарған тау алама сұратлау түйілмеді. Алай, қайсын құру кеңнен сүйген біле қалмай, табиғатыны кесінде аңылап, аны бұла азат сүрішіп болғанды. Аңа дәрі Сулейман Файхампаны заманнан бері, Лермонтов, Блок, Есенин, Бунин, Тютчев кебек, не да ұлы индили жазушы, композитор, Рабиндранат Тагорба айтқылық испаллы поэт, Федерико Гарсия Лорка кебек, бір қауым ақылманны айтмай қойғанда, табиғатны қайсынны кесіче аңлаған поэт алай көп шықмағанды. Болса да, бұл ақылман қауымның атлары бош сөз орнына сағын қалмағанды. Аланың китапларын қайсын бір заманда да көз турасынан кетермей болғанды. Ол да ешті аланы жерге, жерні табиғатына да кесіче әрі көзден қарай білгелері біле байламы болыр еді. Қаяда гүл, қая, чегем қаялары, таш, жаралы таш. Жаралы ташны назмысы эсізге түшті мі? Таулы халқыны ажымлы қадарыны назму ескермесі, жесірлікте сынаған қиылықларыны биік ескермесі. Мен бұлайда қайсыны бір башқа назмысын еске түшіремі? Ол ташны ғай тауны сүнненді. Дама аны бір тізгені. Машинала кемірген тау башында, бұрын атычусылай атады таң. Айырыла жәшіл жаздан ақ қыштан, батырла өлген кебек, өледі тау. Неда, үйлеріне қайтмай қалғалла ұзақлада, ақыр сөздерін айтмай кеткелі. Көп шоқладым сізні, жилядым көп та, аналарыбызға тең болып қайдасыз деп та, жүрек жараларым деп. Қайсын бұ назмуланы көчкүнчіліктен сұры жазғанды. Не күч қадар барды алада, не тансықлық қадар бізні ескі ташыбызға. Қаллай бір азап чегере керегеді поэт туған жерге тансықлығын айтып, кіші жерінде жестірлікте ажымлы жойлуғаланы бұшуларын етіп, назмыны бұлай желатыр үшін. Аны айтқан қиынды. Алай, бұ назмы жестірлікте ачтан, жалаңачтан қырылған сайби жашланы бұла қызланы ұнытылып айтылмай қалған бешік жырланы. Бүгін бүгөчеда ізлеп, бір-бірлерін таба алмай инжелген ақуларын құм аулақлада, қыш анқытта отсыз қалған өксіздерінің жилауларын етеді. Хау, ол бізні таулы халқымызны әртте суыған от шағалыға, үйлені соқыр терезелеріне,
eski kalalarını bula ülen oyulgan hurlarına karap etken bu şu edi. Alay bu jilemukları bara turgan nazmuda ulu kuvanç da bardı. Jesirlikten kayıtıp, kölü tolup, tuğan taşыбызın tansıklay turgan payetni kuvançı. Andan dışında da endi mınnan arasında jerde bulay tüp bolgan jurtlaga bir insan da köz açmasın dep poet kökке dua tutup Allah'tan tilek etkençe buladı. Men adamma? Tınısızlık ömürden berilgendi. Çegi bardı çıdavunu, mirzev günç bolup mukallıktı jerde. Kara kül bolur mu aklığı taunu? Degen kaygı turadı yüregimde, o jük sabigeçe ağırdı manga. Bir kök butakta boş sınmasın jelden, dep tilek ete jolugama tanga. Tuğan yerinde oyulgan taş hurlarına karap, bütev dünyada yaşagan adamlarını sağışların etken poet. Kertide Fayhampar kibik oğurlu adam bulurga gerek edi. Poetni ol niyeti ana tuğan eli çegemge kesini ot çağasına süymekligin tarkaytkan guay bütün da ullu etedi. Halaların, ustaların üçüne de sağ bol derge kelgen mi uzaktan arrıp. Çegem sana sıylı jerge jol kıdırıp. Ne arı elini jerini konağı bulganda da kaysın, çegemni bir zamanda da unutmaganda. Köple öldüle, jeri biz sağdı, oldu bizge nasip, sağbuz em ölgeni biz. Jarlı bolur edik ansız, çegem, enta keldim sana, künni alga körgen jerim, boldu manga ullu savga, yaşaganım seni körüp. Dağı da, çegemim, biyiklerinden dünyaga aytırım meni, kutuldum biyiklerinden, köp zalimni baş kesleni, yaşaydı jer daim yaşar, halk mirzev, su jer üstünde, güçlüdür dünyada bar zorçuladan, zalimleden. Kaysınны kıyırı çegi bolmagan, ol kesi жазған saban kılkı kibik sıylı, жұлдызла kibik biyik, tau kibik terin akıllı poezиясын biz barыбызда andan süyebіз. Ол бізге алай жуық, алай тынч, аңлашымлы болғаны қуандырады. Аны назму тізгелерінен оғырлықла, жүрек халаллықны жарығы дайым беті бізге ұрғаллай. Көлібізні, көзібізні жаратқаллай тұрады. Мне на моем веку так повезло, что я имел хороших друзей, хороших товарищей. Среди них были выдающиеся и есть выдающиеся поэты, выдающиеся художники, которые оказали честь мне своей дружбой, своим хорошим отношением. Я от них видел много доброго. Я мог бы назвать тут из ушедших из жизни 4 хотя бы писателей, поэтов, которые в этом смысле занимали особое место в моей жизни. Это Борис Пастернак, Александр Твардовский, Николай Тихонов и Константин Симонов. Я до конца жизни сохраню благодарность к ним. Ветер, я кончился, а ты жива. И ветер, жалуясь и плача, раскачивает лес и дачу. Не каждую сосну отдельно, а полностью. Все дерева,
со всей далью беспредельной, как парусников кузова на глади бухты корабельной. И это не из удальства или из ярости весельной, а чтоб в тоске найти слова тебе для песни колыбельной. Уллу Россияны таушылық поэты Борис Пастернак бұла Құли Қайсыны арасында байламлық аланы қиын сағатларында тоқташтырылғанды. Түз жерінде терске саналған цензура шығармаларында бір шарайып, чұрым табарға күрешкен поэт, бай сынауы, биік поэзиясы болған Пастернак кесіні кичи қалам қарындашы Қайсыны чыдамлыққа чақырады. Қараңғы кечеден sonra жарық күн келдігіне инандырады. Москва бұла Фрунзеде жашаған адамланы түбешірге оңғары болмағанды. Ала байламлықны почталуға бардырып тұрғандылы. Берияны керечілері де қара чөпке түшкелен ызларынан айланғаларын қоймағандылы. Законны адамлықны жорықларын теплегелі поэтлені писмоларын açып, тінтіп башлайдылы. Ала екісі де Бериячыладан құтылуыны амалын іздейділі. Енді Пастернак Қайсынға жазған қағытын Елена Орловскаяға жібереді. Конверттің ішінде бұл жазуын да етіп. Для Қайсына Құлиева. Құлиұлы жазған қағытланында ол төшеру еді Москваға. Конверттің түбінде кесіні атын адресін көргізді. Елена Дмитриевна Орловская биік білімлі, бек әдеплі орыс литератор еді дегенін Қайсын бүгін да ұнтмаған ма? Ол көп керек құтқарғанды мен палақтан. Арабызда аллай адамла жашаған қадарда не қиылықтан да құтылық бұз. Ақылман Пастернактың қағытлары Құли Қайсынға бек мұдақ қайғылы кезігінде себеплі кеткенділі. Барсын ауладан да шығарға болушқандылы. Бек сыйлы сауғанынша сақлағанды аланы Қайсын. Бағалы Елена Дмитриевна, бұл ол сен мені сорып сұрап, Қайсынның азмылары бұла бірге иген салам қағытыңа жуабымды. Бір тілден бір тілге сөзі көчірген назмын үсінен бұлайды дегенні айтып, баға бичіп қойарға жарамайды. Алай мен барында жаратама. Пери кедріңе тартады. Болса да мен аламат сұңған керті да иге санаған білмей тұрғалай келген сезім болып, жашауыны бір жашырын açқан бір екі назмысы барды. Ескі таулы жыр китабын оқуй деген назмы бұла, тарда ажашқан учулаға деген назмысы. Ол аперімлікті, ана айтыр кереклісі да жоқты. Қайсын кесі да жазғанды маңа. Мен сізге жуап қайтыралылық ма? Бұл сағатта да сізне екізге де көп болмай шыққан көчірме кітабымы Петефини иерге деп ашығып тұрама. Кесімі қара сөзді жазылған романымнан да бір қауым назмыны. Бір көз жеттірсегіз еді деп конвертте салама. Романны сүнне мен сізге мыннан алда жазған деткен болырым деймі? Кесімі ол сайлама кітапшықлары мұа кезге де арттарақ ергедеп тұрама. Ашығып, бұлай кесіп-кесіп сөйлешкенім үшін кешкелік тілеймі. Ишанда түйілді. Мұратым, Қайсынны да сейін да бұл китапла бір қуандырайым деп ол еді. Қайсыңауа айтып қояйым. Пшавеланы аламат іштеніп шыққан китабын да ерік ме? Аламат дегенім кесім көшіргенім үшін ғай. Басмадан ішіда тышыда Хивсур Кавказыны құдіретіне тиішті іштеніп шыққан үшінді. Маңға жазған қағытларыңыз үшін екігіз да бек сау болуғыз. Китапны, писмонын да алғаныңызны білдірмей қоймаңыз. Кешкелік тілеймі. Түс бұсағат шықта, не кесе да? Петефини Құлиевні кесіне тарғым келгенді. Мені сартым, сен да сайламаларымы сені кесіне атап ергім білсең, қуанған етерік сұрама. 6 апрель 1948 жыл.
Meni жүрек шуuqlarım Елена Дмитриевна була қайсын. Сізні екі телеграммағызында алғанбыз. Сау болғыз. Алаяннан есе, сіз маңға қағыт жазсағыз егеді. Мені сайламаларымы сақламағыз. Шығарыға деп бір кере ізмі берілген қазір китапны жолын кесіп, енді шығарымазға деп басмаға алай бұйрық келгенді. Китап болық түйілді. Бұсағатта мені бір-екі ай чақлы бош саманым барды. Кесімі прозамы сағышын етіп, бар ақылым аңа кетіп тұрама. Жазарға, ашығама, нек десегіз, қысқа заманның ішінде бияғы қарғышлық көчірмелеблі күрешерге түшерікті. Керті да қарғышлық, тапма Фауст оқына. Бұлай ашығышлы жазғаным үшін кешкелік тілейме? Алай бұл арт кезуді мені бұлай қуаншылы етіп тұрған насып сезімні бір қиырчығын сіз да сынасағы сүйейім. Оғай, кертісі біле да не бек мақтансам да, айтып жалчыталық болмам. Ақылны жүйіп түбеген шырмақланы үсілерінен де сағыш ете алмай қалғанмы? Сізні Борис Пастернак. Бағалы қайсын. Тансықлық талпындырған қызу саламың үшін сау бол. Мені саңа тансықлығымда алайды. Сені сүңнен еткен сағышларым мұсағатшықта құна кесіңе айтып қойырға, не да ұнытмаз үшін қағытқа түшіруге болуғым. Заманым жоқтансы. Мен аланы алайлайда ұнтырық түйілме. Дама, бір сөз бе айтқанда, мен ол сағышларым. Дүнияда сені чала аздыла, бек аз. Аланы табиғат кесі жаратады. Насыплы болсулла деп, не қиын күнде де тап бұшуды оқына. Туған күніңнен башлап, табиғаттан керті үліші болған. Жүрек, күч, ниет, har не жанында болсын, башқа түйілді. Аллай адамға кімді сұқланыр жады. Нек толалай? Да ол кесін ізлеп мүкірешірікті. Керек заманда үлгіге алып қарайды да қояды. Байтамалды, кімді кесі қылықларын кесігі біледі. Жаланда өз қылықларына баға бічіп, кесіні сүнде игі ұшанларын алабла біргеуі, дүнияда har кескін ішленген, екілі етмеген, жараулы да, үлгілі да затланы, ертте кештен оқына чертіліп, бүтеу жашауын чұрымсыз ішленмекілкіні жолына салып, кеседа тоқтаусыз аңға етінгелдей тұрады. Чынты фахму айхайда әнді етілік ішіні білі хорламны жолуды. Алай фахмыны күчі тамашалығы да ол түйілді. Ананы сүті білі келген фахму көктіні жеріні да сені кетче заманыңда жүрегіңе жазылып қалған сайби сұратлары да. Дүнияны сейір етер кебек бегеру, бек оғырлы жан ішінен көргіскен дерс кітабыды да тамаша олды. Фахму намысқа бұла кішілікке үйретеді. Нек дегенде ол намысыны, сыйны да бұ қайғылы, қауғалы дүнияда мағаналары жомақлада да айтылыр кебек көп болған ашықтайды. Түз болушылдай, толы сұратланған жашау қалай қуатлы болғаны бұла, қараңғыда қалған жашау қалай құтсыз көрінгенін фахмулы адам игі біледі. Аны өз мұраты өктемлікке керті сөзге етіндіреді. Аллай зарансыз да, насыплы да, көз қарам жашауда ажым етерча трагедия болып, аны кесіне қайтырға да болады. Бұ сөзіні кеңнен тұтып айтқалығымды. Сенде Аллай сейір тарту барды, сас қылланы не да жия садақны тартулары. Ола насыпты. Мен аны жазарға сүйедім саңа. Алай ол тұқымзатла фу деп ат башынан айтылып қалмайдыла. Аны саңа бұлай қырықма айтқаным үшін жарсыма. Борис Пастернак. Бағалы Елена Дмитриевна. Мен сені писмоңы алғыншы, қайсыңа қағыт жазғанмада, ол тілегеріңе не қазына болдырайым. Сені жарсуларыңа мен аңлаймы. Ол тұқым ішле, қайсыны бек жуы адамын ача. Бір-бірде сені алай жарсытмай қоярық
түйіл елділі. Болса да, сізні бір-бір қайғыларыңызны қабыл көрмеймі? Мен аланы бош керексіз ауараға санаймы. Ала барда жашауда түбей келген чырмықладылы. Аланы барында кесі башығызба сынап өтірге керексіз. Ол құры сізге төре түйілді. Бұ ұллық ағытың үшіне сау бол. Мен алымда бір түрлі бір терстігін жоқты. Назмуланы сүземе деп жүрек күчіңі аямай, аллай бір заманыңы қоратыр керекісі да жоқ еді. Алая, ол сен кесамат еткен жерде бір фикеріңе негесе да мен кесім да сызлап өткенме. Тамашалықны алай жаңылычсыз аңлағаның сейірсіндіргенді. Мен аңа жүк еткен фикер біле сен айтқан мағананы бірліклері. Кертісі біле да бір сөзіні қайтарып чертіп тұрмақлық. Жаныбыз бұла алжаусыз кетіп барған, жаланда арттан келдік күннен илхам алған заманны жол жанларында қалған жашау болушыды. Алай бұлайда екілі болып, бұрылып артқа келген ызына қараған не да жазушылық мадар деген жазат нуа хапары да жоқты. Романымуа ол айтқаным чатек ияллық түйілмі. Мені эслеп есімді да болмаған чырмауға шыққандылы. Энтті да бір қайтарып айтама, бек сау бол, ақшы мұратларың толсынлы. Борис Пастернак. Мен сізге теркірек жауап қайтарыға ашығама, мені бұлай тапсыз заманыма қарап, ұрышқа етіп, көрігізге башқа зат келмесін деп. Іскілтін етер кебек аз айтқанымда аны үшінді. Алай сен аны не қайсынан не кесіңнен көрген мені Аллах сақласын. 28 ноябрь 1948 жыл. Мені жүрек ақылларым Елена Дмитриевна ем қайсын. Марина Цветаеваны қызы Арианда Сергеевна айтқаны тұзаңлаған есем, ол баям сізге Рязаннан кесіні қол жазмасын егенді. Алай сізден қапар жоқ тұда баям сіз аны алықа алған болмассыз деп көріме келеді. Не да алып қол жазманы астыры жаратмағандан маңа ачуланып тұрасыз. Жаңы жылбла алғышлағаныңыз үшін сау болуғыз. Фаусны көчіріп бошай тұрама. Бірінші кесегін. Август айдан февральға дәрі 4700 назму тізгін. Кестері да рифмалары тізгілді. Сағыш етіп бір қара шығыз. Қуаншылық қалығыз. Сізні Борис Пастернак. 30 январь 1949 жыл. Бағалы қайсын. Мен сізден сеннен біле Елена Дмитриевнадан қағыт алған күн. Тбилистен мені әрттеден танышты шыруым Тициан Табидзені қатыны да келген еді. Түс азықтан sonra мен сенің азмуларыңы аңа ештіріп оқырға күрештім. Алай көз яшларым келіп, еге оқи алмай, сені Елена Дмитриевна көшірген азмуларыңы бір-бір ұзатып, аны кесіне оқыма қойдым. Ол назмуланы ішінден оқи еді. Башын екі жанына кезу чайқай, сейір тамашаға қалдырған назмуларың мені бош жүрят мағалларын аңлаған еді. Ала бары да аламат егіділі, бек аламат. Ала жүректен жүрекке жетер кебек болып шыққан қыллы қалмай, адамны ақылын да бейдер күш біле жазылғандылы. Аланы қар бірінде темір шынжырла қаялаға байланған Прометей, жесірлікні көзіңе тұтқан сұратлау күш барды. Кесіңе туған күніңде жазылған назмуларыңы бұла, маңа атаған назмуларыңы енші чертілеген Елена Дмитриевна түзеткенді. Ала айтып жалчытмас чайгіділі. Көктен түшкен кебек. Алай мені, иңерде чапырақ аққанда, алай болырын сүйеме. Жауын қалай жауғанын көріп, деген назмуланы да Алладан айырмайма. Жашырмай айтсам, персіне араб лирикадан гөт төттірген бекигі көшірмелені біле тұрғалай. Саади, Омар Хаям кебек поэтнені біле тұрғалай. Ол газеллеча келе кете тұрған, қайта да қатлана тұрған назму түзгелені жүрішлерім бұлақ табиғатларын
Аланы har birini işlengen ağaçı, ажым kudretli de, horlamlı da bolğanın, jaz tilble aytkanda, anı kadar kibik hak жүрüşün men birinci kere senin azmularyňda görüp, kesi başımla sınap anlağanmı. Ol barda bek ullu maganası bolğan ömürde katlanmazlık işti. Bu büyük maktaw sözden dışında, seni yüreğini japsarar kibik ne aytayım men, kaysın. Dama bir-iki zat, ala da ne hazna japsarsılla seni. Bu tizginde bölgen edim men sözümü tünene. Bugün amen kesim alay mudakma. Alay da, sennen ese meni japsargan suab edi. Hoda, ayamadı, jaşav alaydı. Katı kuçaklap, uppa eteme. Bugün 41. dekabirde. Жаңы жыл бұла алғышлайма екігізінде. Адам не етсін енді? Не етсін адам? Сізні Борис Пастернак. Мир и радость вам, живущие, не от ваших ли забот. Жизнь идет, земля цветет, существует нересущее. Мир и радость вам, живущие, всем, кто воздвигает кров, сеет хлеб, пасет коров, бережет сады цветущие. Мир и радость вам, живущие, светит солнце ради вас, и горят вечерний час, звезды, свет на землю льющие. Мир и радость вам, живущие, чьим трудом земля живет, людям всем без чьих забот. В мире тьма была бы тьмущая, мир и радость